Біз халық үшін туғанбыз. Жүсіпбек Аймауытов 1918 жыл. Ұлтты сүю деп аталатын еңбегінде былай депті: ұлтын шын сүйіп, аянбай қызмет қылған азаматы көп жұрт күшті, өнерлі, білімді жұрт болып, күресте тең түсіп, басқаларға өзін елетіп отырады. Ұлты үшін құрмет қылмай, бас қамын ойлап жүрген азаматтардың елі артта қалып отыр. Ұлтшыл жұрттар, әне Германия, Жапония, Англия, Түркиялар, олардың баласы жасынан ұлтым деп өседі. Есейген соң бар білімін, күшін өз жұртының күшеюіне жұмсайды. Олардың әр адамы мемлекеттің керегі, қызметкері. Қазақты тура жолға бастайтын да, адастыратын да оқығаны. Оқығанын қазақ сыйлайды, соңынан ереді, қадірлейді, сенеді. Білімді, ақылды, жақсылықты, үлгіні, тәртіпті, ақиқатты, әділдікті, қызметті оқығандардан күтеді. Оқыған қара халықтың шырағы, бұқарасы сонша қадірленгенін оқығандар білу керек. Халыққа қызмет қыла білмеген, үлгі шырақ болуға жарамаған, оқыған халықтың ықыласын қайрады, көңілін шығарады, халықты өзінен алыстатады, өсек арқылайды, пайдасы артық тимейді. Ақтығында айтпағым, оқығандар өзін өзі тәрбие қылу керек. Қара халықтан жиренбей, жақын жүріп, сырласып, мұң-мұқтажымен таныс болып, өзі ұлтын сүюге, халыққа өзін сүйгізуге жихад қылуы керек. Естеріңізде болсын, қара халықтың мәдениетті болуынан мәдениетті кісінің қазақ болуы қиын. Баласына осы бастан ұлт рухын сіңіріп, қазақ өміріне жақындатып тәрбиелеу керек. Орыс тәрбиесін алған бала ұлт қызметкері бола алмайды. Қазаққа аюдай ақырған шенеунік табылуы оңай, ерінбей жалықпай, бақырмай шақырмай іс бітірген, терісі қалың, көнбіс, табанды қызметкер табылуы қиын. Қазаққа зор кеуде, ақсүйектің, ақша жегіш, жалтырауық шенеуніктің, сұлу сөзді құрғақ бектің керегі жоқ. Оқығандар, бұл уақыт жан тыныштық іздейтін, қызық қуатын уақыт емес, қызмет қылатын, еңбек сіңіретін уақыт. Ойланыңыздар, халық біз үшін емес, біз халық үшін туғанбыз. Олай болса, мойнымызда халықтың зор борышы, ауыр жүгі жатыр. Оқығандар, бұл уақыт жан тыныштық іздейтін, қызық қуатын уақыт емес, қызмет қылатын, еңбек сіңіретін уақыт.